Математика пәні сабақтың тақырыбы көбейту мен бөлудің байланысы. 75-ші сабақ. Бүгінгі сабақта көбейту мен бөлудің өзара кері амалдар екенін білетін боласың. Көбейту мен бөлудің қандай байланысы бар екенін білетін боламыз. Экранға назар аудар. 2, 6, 12 сандарын пайдаланып, көбейту амалына өрнек құрастырып көр. Дұрыс. 2-ні көбейтемін 6-ға, 12 шығады. Осы сандармен тағы да бір өрнек құрастыра аласың ба? Дұрыс. 6-ны 2-ге көбейтсек, 12 шығады. Екінші өрнекте көбейтудің қандай қасиетін қолдандық? Дұрыс. Көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті. Қалай ойлайсың? Осы сандармен бөлуге байланысты өрнектер жазуға бола ма? Әрине болады. 12-ні 2-ге бөлсек, 6 шығады. 12 санын 6-ға бөлуге бола ма? Ойланып көрші. Жарайсың, 12-ні 6-ға бөлсек, 2 болады. Назар аудар, 2 және 6 сандарын пайдаланып, көбейту мен бөлуге 2 өрнектер құрастырдық. Көбейту және бөлу өзара кері амалдар. Көбейтуді бөлумен тексеруге болады. Керісінше, бөлуді көбейтумен тексеруге болады. Көбейту мен бөлуге байланысты есептер шығарамыз. Дәптермен жұмыс. Бүгінгі күнді жаз. Номер 2-ші есеп 26-шы бет. Көбейту мен бөлуге өзара байланысты теңдіктер құрастыр. 3 көбейту 4 тең 12. Ауыстырымдылық қасиетті пайдаланамыз. 4 көбейту 3 мәні болады 12. Яғни көбейткіштердің орнын ауыстырғанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді. Келесі бөлу амалы, яғни бірінші 12-ні 3-ке бөлсек болады 4. 12-ні 4-ке бөлсек болады 3. Яғни көбейту мен бөлу ол өзара кері амалдар. Қалған өрнектерді, теңдіктерді өзің құрастырып көр. 4-ші есеп 27-ші бет. Өрнектер құрастырып, олардың мәнін тап. Бір өрнекті құрастырып көрейік. 65 санына 53 пен 21-дің айырмасын қос. Мәнін табамыз. 53-тен 21-ді азайтсақ болады 32. Оған 65-ке қосамыз, яғни 65-ті 32-ге қосамыз, болады 97. Қалған өрнектерді осылай қосып, азайтып мәнін тап.